Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын итальяндық салат капрезенің жасалу жолын көрсететін боламын. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Ең алдымен соусын дайындап аламыз. Ол үшін зәйтүн майына тұз, бұрыш, кориандр және де песто соусын қосатын боламыз. Песто соусын қоспасаңыз да болады, және де барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осы салатқа арналған моцарелла ірімшігін дәл осы видеодағыдай етіп тураймын. Одан кейін қызанақты да дөңгелек етіп тураймыз. Енді салатымызды жинаймыз, яғни бір моцарелла ірімшігін, бір қызанақты кезек-кезек осылай орналастырамыз. Мен жаңағы салатымыздың қасына осындай екі түрлі жапырақтан салат жасадым. Бұны жасау міндетті емес, қалауыңыз бойынша қасына жасамасаңыз да болады. Осы жапырақтарды бөліп алғаннан кейін зәйтүн майын, тұз және бұрышты қосып араластырамыз. Одан кейін капрезе салатының қасына осы жапырақтарды салып шығамыз. Болғаннан кейін алдын ала дайындап қойған соусымызды осылай салаттың үстіне құйып шығамыз. Одан кейін бальзамический крем соусты ағызамыз. Ең соңынан үстіне кедір жаңғағын немесе асқабақтың жаңғағын осылай сеуіп шықсаңыз болады. Мінекей осымен салатымыз дайын, өте тез дайындалады. Жасап көріңіздер, ас болсын.